Ал енді мынау міне Сарауыл елді мекені. Өзіңіз тамашалап көріп отқандарыңыздай Сарауыл елінің қысқы күнкөріс кейпін кешуде. Яғни биылғы қыс алдыңғы жылдардан қарағанда қар қалың және қысым суық болып тұр. Қазір міне Сарауыл елінің көптеген азаматшалары мал жанның соңында сол су тасу, мал бордақылау деген сияқты жұмыстарды іске асыру барысында мынау міне Манат деген бір азаматтың үйі, есік алды болған техника. Міне анау сол маңайында көптеген көршілер және де өзге де азаматтар. Енді мынау Сарауыл елі қыста осындай көптеген саяшылықпен айналысатын сал серілердің ауылы болып табылады. Яғни бұнда серілер де немесе машинадан жөндеу жағынан да, яғни қыста сонымен қоса қыстың күндері жолдан өту сияқты қарда қорықпау деген сияқты іс-шаралардың алдында, яғни өзінің еңбегінің, өзінің ынтасының арқасында көптеген жерде көптеген баспаған тау, аспаған есіктері жоқ. Яғни қазір міне құдық басында өзім айтып кеткендей Манат міне малдарына бордаққа су әкелуге кеткен азаматтың бірі. Яғни мына жерлерде Сарауылда яғни 60-қа шақты үй бар. Солардың барында дерлік кәсіп жағдайлары жақсы, бірақ ол үкіметтің емес, яғни осы Сарауыл елінің өздерінің еңбегінің арқасында. Қазір міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, Сарауыл елі осындай қазір даланы аппақ мамық қар басқан. Мына тауда Сарауылның міне жастары, қазір балалары шана тебу, сондай бізде жас кезімізде сондай жиі тауға баратынбыз. Қазір жастарда сондай жастардың балақша осы қыстың осы тауда өтеді. Шаңғы тебем деушілер де мына таудан теуіп бір рахатын көруге де болады. Ал енді анау Сарауылдың бел ортасында мектеп орналасқан. Бұл мектепті әрі қарай дамыту, жаңағы 2 қабатта мектеп қабырғасын көтеру алға қойылған, бірақ та бұл іске аспай жатыр. Сонымен қоса осы ауылдағы ең басты мәселелердің бірі су және жол, телефон мәселелері. Су енді өздеріңіз көріп тұрғандай міне жалғыз құдықтан ол Сарауыл елі қысы жазы осы құдықтан алады. Осы құдықтың арқасында бүкіл ауыл сумен қамтамасыз етіліп отыр. Бұл құдық істемей қалған жағдайда Сарауыл елі қараң, яғни суға тапшы. Сонымен қоса жол міне, бұл жолды ашу мәселесі алға қойылған, бірақ биыл көп ашылмады. Яғни осы жол мәселесін алдыға қойып осылар шешсе дейміз. Сонымен қоса ауылда міне 2-3 жерде ғана телефон бар. Сол телефон көптеген ауылдарда ұялы телефондар орнатылған. Біздің елімізде ондай шаралар әлі қолға алынған жоқ. Сондықтан биылғы жазда осыны іске асырса деген үміттеміз. Енді ауылдың былай ынтасы деген, яғни болашағы бар. Ол осы еліміздегі, ауылымыздағы азаматтардың арқасы, солардың ынтасы, еңбегі, олардың жемісі, бір-біріне деген арасында жаңағы бәсекелестік пайда болып, бәсекелестіктің арқасында дамып келе жатқан ауылдардың бірі. Енді не дейміз? Ал міне өзіміздің депутат осы Қарқаралыда сайланған. Сол кісінің үйі таяуда салынып, қабырғасы көтерілді. Сонымен қоса ана жақта тағы бір осында 2 үй бар. Ол менің ағам Нұрболаттың үйі. Ол да жаңадан салынған, қазіргі заманауи үлгідегі үй. Елмен бүкіл елдің көріп тұрсыздар, бұл жерде Манаттың жаңағы сиыр малы, Манат өз сиыр малын жақсы көреді. Сол сиыр малы асырлауда қорада жаңағы 10 шақты сиыр малының жаңағы бұқалар бордақылауда. Бұл да міне бала шағаның қамы деп үй шаруасы деген сияқты ол да бір құпия болып қалсын. Соның бәрін іске асыруды қолға алуда. Енді басқа ауылдың арасындағы ынтымақтастық бір жақсы, бір-бірімен көмектесу, бір-біріне қол ұшын беру деген жақсы дамыған.
иә енді не дейміз ана жақта қырман, бұл қырманда қазір жұмыс істемейді, яғни жаңағы егіншілікпен айналысу тоқтатылды. Бұрындары бұл жақсы дамыған. Енді не деймін, жақсы қош саламат болыңыздар, көрермендер, өздеріңіздің бағасын бересіздер.